Сәлем оқушылар, бүгін бізде 96-шы сабақ текше куб. Сабағымызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер, сонда мен келесі сабақты шығаратын боламын. Сен текшенің жазбасын дайындауды және оның моделін жинақтауды үйренесің дейді. Фигураларды ата. Бірінші бізде текше, одан кейін дөңгелек, одан кейін тағы текше, одан кейін дөңгелек. Текше барлық жақтары шашылып келетін көлемді фигура. Шашылардың қабырғалары текшенің қыры, ал олардың төбесі текшенің төбесі деп аталады. Текшенің алты жақ деп отырамыз балалар. Мына қабырғаларын айтады. Мынау бір жағы, мынау екінші жағы, мынау үшінші жағы деген сияқты. 12 қыры бар. Қыры деп отырамыз. Мына жердегі мына бұрышын айтады бізде қыры деп. Текшенің өлшемдері, ұзындықтары, ені және биіктігі дейді. Текшенің мына жерде қарайықшы, ұзындығы, ені және биіктігі деп отырғанымыз, бұл бізде ненің формуласын беріп тұр? Көлемнің формуласын беріп тұр, да? Міне, мынау текшенің жазбасы. Текшені былай жинақтайтын болсақ, мына текше шығады екен, мына жазықтықты былай жинақтайтын болсақ. Текшенің жақтары жайында не айтуға болады? Өзара тең бе дейді. Барлық қабырғалары бір-бірімен тең болып келеді. Дизайнер түсті қағаздан 6 дана көк және 4 дана қызыл қорап жасады. Бір қорапта 36 см квадрат қағаз жұмсаған болса, барлық қорапқа неше қағаз қажет болды? Так, 6 дана көк және 4 дана қызыл болса, 6-ға 4-ті қосамыз, 10 болады. Ал 36 см квадрат қағаз жұмсаған болса, 10-ды 36-ға көбейтеміз. 360 болады екен. 360 квадрат сантиметр қағаз жұмсалған деген сөз. Есепте деректерді өзгерт. Қосындысы 10 сантиметр шығатындай қораптардың саны кез келген екі санға ауыстыр дейді. Шығатындай қораптардың саны кез келген екі санға ауыстыр. Біріншісі 1 мен 9. 10 шығады. 2 мен 8. 3 пен 7. 4 пен 6. 5 пен 5 деген сияқты. Келесі. Так, былай дейді. Үлгі бойынша текшенің жазбасын қалай әзірлеуге болатын ойластыр, нұсқаларын бір таңда. Текшенің жазбасын досымен бірге жаса. Мына біріншісінен қабырғалары 4 болатын болса, мынадан біз текше жасауымызға болады. Бірінші неден суреттен текше жазбауымызға болады. Келесі мына теңдеуді шығарсақ, 5 көбейту с тең 250. 250. Так, мына есепте бізде теңдеу 5 көбейту с тең 250 болса, теңдеуде с-ны табу үшін 250-ді 5-ке бөлеміз. Сонда с тең бізде 50 болады. Келесі, y көбейту 6 тең 240 болатын болса, y тең 240 бөлу 6 дейміз. Сонда y-іміз тең 40 болады. Келесі есепте 360 бөлу b тең 9. Бұны табу үшін 360-ты 9-ға бөлеміз. Сонда b тең болады 40-қа. Келесі, x бөлу 40 тең 6. X табу үшін 6-ға 40-ты көбейтеміз. X тең болады 240. Келесі, a бөлу 30 тең болады 9. A-ны табу үшін 30-ты 9-ға көбейтеміз. Сонда a тең болады 270. 4 көбейту a тең 360. A-ны табу үшін 360-ты 4-ке бөлеміз. Сонда a тең болады 90. Осымен сабағымыз аяқталды.